Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Қазақ халқы естеріңді жиятын кездерің келді. Тоқаевқа уақыт берейік, орай берейік. Назарбаевтық жүйені ұстап жатыр ғой. Атасының басы Назарбаев ұсталмаса, Назарбаевтың ана туысы Қайрат Сатыбалды ұсталыпты, мынау ұсталыпты дегеннің бәрі ойын. Оның бәрі сіздерді алдап, мынау саяси белсенділердің барлығын соттап, түрмеге қамап, ойын спектакль көрсетіп тұр. Анау алжыған алаяқ қақпас шал қалбалақтап Түркияға барып келді. Одан ұшып Астанаға келді. Бүкіл медиа жарысып жазды. Бірдеңе өзгерді ма? Қайрат Сатыбалдың ұсталғанда өтірік, Кәрім Мәсімовтың ұсталғанда өтірік. Олар далада өтіріктен бәлен жылға соттап қояды. Олар беттерін апресс жасатады. Кореядан бір аудан ба ауылдағы бір жай апресс жасайтын дәрігерді шақырса, әкеп жасап береді. Ана пұшық мұрындарын қоңқайтады. Анау беттері үшкір болса жалпайтады, жалпақ бет болса жағын қырып, мына екі шетінен түсін алады екен де бүйтіп үшкірейтіп жасап бере салады. Болды. Сонымен оны өзінің қойнында жатқан қатынын да танымай қалады. Сөйтеді де олар халаулайлым хаулайлауды айтып, қазақтарды масқаралап күліп шетелінде жүре береді. Ол операцияға ұзаса бір 20 мың, 30 мың доллар кетеді. Болды, бітті, болды. Сонымен қазақ отырасың, қазір ұсталыпты, ойбай дегеннің бәрі өтір. Кеше Біріккен Ұлттар ұйымы Кәрім Мәсімовті түрмеде азаптап жатыр екен деп дабыл қағыпты. Иә, оны елдер қате түсініп қалмаңыздар. Біріккен Ұлттар ұйымы кім? Тіпті екі қол қанға малынған диктатор болса да оны азаптауға қарсы. Себебі барлық нәрсе бейбіт жағдайда болуын жаңағы талап қылады. Тән азабы, жан азабын беру, рухани қысым беру, қорқыту, үркіту, ол Біріккен Ұлттар ұйымында, халықаралық адамдық құқық ұйымдарының заңдарында, халықаралық конвенцияларда бұл тыйым салынған нәрсе. Сондықтан Біріккен Ұлттар ұйымы Кәрім Мәсімов жақ екен деп қалмаңыздар. Ит болса да азаптасаңыз, Біріккен Ұлттар айтады, ит болса да азаптама дейді. Кәрім Мәсімов ит болса да, оны азаптауға болмайды деп дабыл қаққан сол. Бұл жеке клан аралық жаңағы қақтығыстардан ол енді бір қорлық көріп қалды ма деген дабылы. Ал бірақ Кәрім Мәсімовтің шынайы тұтқындалғанына да біздің күдігіміз бар. Қайрат Сатыбалдың тұтқындалғанына да күдігіміз бар. Оның тұтас командасы өз орнында, Мәсімовтің командасы Киембі өз орнында. Сондықтан Тоқаев ол сол ернін бояп, ернін қып-қызыл бояп, бетін бояп, анау шұрық-шұрық тесік-тесік бетіндегі безеуден қалған тесіктерді, шыбарларды бояп, сол айнаға қарап сәнденіп, сол Назарбаевтың әмірін орындап отыр. Путин айтты, тым шошытып жіберме, халықты алдай тұр деді. Тоқаевтың мәселесі де күннен күнге анық айқындалып келе жатыр. Міне алаяқ Абзал Құспанға, алаяқ Айман Омароваға сөз кезегін беріп, оларға сыйлық беріп жатыр. Тоқаевтың нағыз қанішер, арамза, екі беткей, жақсылықтан алыс, жамандыққа жақын екендігі, аққа жақ бола алмайтын, қараға қарсы бола алмайтын сұмырай екендігі, оның жаралмышы табиғаты осындай зұлымдыққа, аярлыққа, екі беткейлікке толы екендігінің дәлелі, ол анау кеше Дулат Ағаділдің өлімін ойыншыққа айналдырып, орта жолдан тастаған аталмыш Айман Омарова адвокат. Сол Дулат Ағаділдің шешесі қанша сенім білдіргеніне қарамай сол делоны тастап кетті. Сол кезде Дулат Ағаділдің шешесін айтып едім, Айманға сенбеңіз деп. Бірақ ол кісі өзінің бір сеніммен сенді. Ең соңында Айман Дулат Ағаділдің делосын орта жолда тастады. Неге? Тоқаев мынау медициналық сараптама шықпай тұрып, Тоқаевтың атақты анықтамасы бар, жүрек жетіспеушілігі деген бір ауруды ойлап тапты. Тоқаев ол үшін патент беру керек Тоқаевқа, жүрек жетіспеушілігі деген. Арақ ішпейтін, темекі шекпейтін, денсаулығы жақсы Дулат Ағаділде не қылған жүрек жетіспеушілігі. Міне сосын мынау Абзал Құспан деген алаяқ бар. Оған сыйлық беріпті кеше Тоқаев қол ұстасып тұрып. Айман Омароваға сыйлық беріпті. Абзал Құспан не деді? Қаңтардағы қырғында медсестраны зорлау фактісі тіркелді деп айдаспаннан шығарды. Айман Омарова не дейді? Қаңтардағы қырғында кезектесіп зорлау, топтасып зорлау оқиғасы әйелдерді болған деп мәлімдеме таратты. Кеше масқара болғанда Қазақстанның ішкі істер министрлігі қаңтардағы қырғында ешқандай зорлау фактілері тіркелмеген деді. Сонда Айман Омарованың өтірігі не болды? Абзалдың өтірігі не болды? Бар болғаны бұларға ал бері келіңдер, еркек
итпен ургашыйт. Экөөң үрүңдөр, енді экөөңе сонча акчаны неге бердік? Мына қаңтардағы бейбіт шерушілерді қаралаңдар деп тапсырма бергенде Абзал медсестраны зорлады деген фантазияны ойлап тапты. Айман оны біреу зорлаған жоқ, топтасып, бірлесіп отырып, кезек-кезегімен зорлады деді. Міне Айманның фантазиясы сол. Сөйтіп еді, кеше ішкі істер министрлігі зорлау фактілері тіркелген жоқ деді. Міне Тоқаевта кеше өзінің халыққа ескертусіз оғат деген ұмытып қап, кеше аяқ астынан пайда болған бандиттер халыққа оқ атты деп мантырады. Әгі аталмыш 20 000 террористі қайда кетті, ол айтылған жоқ. Міне сұмырайлықтың шегі осы. Әпекеме жездемсай сасыған етке борсыған май деп өңкөй алаяқ суайт, арсыз, бетсіз Абзал Құспан Айман Омарба Тоқаевтың қолынан сыйлық алса таңырқамай қойыңдар. Ал енді мына Путин туралы айтатын кеше бір пост жаздық. Ең сүйкімді орыстар Украинада қолға түскен орыстар дегенді жаздық. Украинада қолға түскен орыстар, міне кеше мен бір постты бөлісіп қойдым YouTube'те де. YouTube'тің ана коммунити деген жеріне кіріңіздер. Видео емес, коммунити. Бұл әлемге әйгілі Телеграф каналының YouTube каналы, сонда бөлістім. Facebook'қа да бөлісіп қойдым. Міне азғантай уақыттың ішінде бәленбай миллион адам көрген, орыстың қолға түскен жаңағы лауазымдысы генералыма отыр, сөйлеп отыр. Украин халқынан кешірім сұрап отыр. Сол видеоны азғантай уақыттың ішінде 5,1 миллион адам көріп қойған. 5,1 миллион. Тек қана бір YouTube каналынан. Ол жерде ол тағы қанша YouTube каналында, тағы басқа желіге, сайттарға салынды, көшіріп салынды, оны бір Құдай біледі. Менің айтайын дегенім, Путин Қырымды алғандығының 8 жылдығында үлкен алаңда жиын өткізіпті. Ана алаңдағы адамның көптігін қарасаң, көз алдыңа кеше Гитлердің анау Берлинде өткізген жиналыстар келеді. Сонда бүкіл фашистік емблемені ұстаған, фашистік туларды ұстаған немістер анау алаңда деген енді көз жетпейді. Теңіз, бір орман сияқты халық жиналып отыр. Сонда Гитлер деген жаңағы өзінің фашистік мынау адамзатқа қарсы сұмдық жауыз, ананы қыру керек, мынаны жою керек. Польшадағы, Чехиядағы немістердің құқын қорғау керек, неміс тілінің құқын қорғау керек, Польшадағы немістер қорлық көріп жатыр деп тура айғайлап өстіп оттап тұрған әсіре немісшіл, әсіре ұлтшыл, радикал ұлтшыл, шовинистік, имперлік, шапқыншылық, фашистік лекциясын сөйлегенде сол жерде миллиондаған адам қол соққан. Міне сол миллиондаған тобыр, миллиондаған сол қанға тоймайтын, ниеті арам, басқа азшылық қауымдардың өмір сүруіне жаңағы шыдас бермейтін, өзінен басқаның өмір сүріп жер басып жүруіне төзбейтін, жер бетінде тек өзіміз ғана өмір сүрсек дейтін сондай тойымсыз, аран ашылған, әсіре нацистік, әсіре ұлтшылдық, әсіре фашистік пиғылдағы халықты мен кеше Қырымды алғандығының 8 жылдығын тойлаған Путиннің жиналысынан да көрдім. Сонда анау Ресейдің фашистік туы тұр. Ресей туы демеңдер, Ресейдің фашистік туы тұр. Ана жерде қалың орыс радикал ұлтшылдар тұр, орыс шовинистер тұр, орыс жаңағы әсіре ұлтшылдар, орыс импершілдер тұр. Осы миллиондаған адам Путинді қолдап тұр. Сондықтан бір нәрсені түсініңіздер, ең сүйкімді орыс Украинада қолға түскен орыс.